Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздермен осындай өте нәзік дәмді тефтели жасап көрсетемін. Оған бізге керегі күріш, фарш және пияз. Күріштің үстіне көптеп өтіп су құямыз. Күрішті әдеттегідей жақсылап жуып аламыз. Соны көбірек су құйып, отқа қойып бір қайнатып аламыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Әрдайым мен жақсы рецепттермен бөлісіп отырамын. Оны жіберіп алмас үшін қасында қоңырауды бассаңыздар, сіздерге хабарлама келіп тұрады. Мен міне пиязды турауға да болады, бірақ та мен осындай блендерден өткіземін. Себебі менің үйімдегілер ішінде пияз, жаңағыдай чеснок жүрген қаламайды. Сондықтан әрдайым осылай өткізіп аламын. Енді фарштың үстіне пиязды саламыз және жұмыртқаны саламыз. Мен рецептте описанияда 1 килограмм фаршқа беремін. Мына жерде менде фарш өте көп. Мен көп тефтели дайындағанмын. Сондықтан 2 жұмыртқа, негізінде 1 жұмыртқа жетеді. Енді фаршымыздың үстіне бұршын, тұзын салып араластырып аламыз. Бұған дейін біздің күрішіміз дайын. Дайын болған күрішті жақсылап бір рет жуып аламда, жақсылап суын ағызам. Суы көп қалып қойса ішінде, онда біздің фаршымыз сулы болып шығады, сонда тефтели езіліп кетеді. Және фаршты көп салудың керегі жоқ тефтелиге. Ол егерде күріші көп болса, тефтели ол кезде де езіліп кетеді. Дұрыстап тұрмайды. Енді осындай етіп тефтелиді жасап алам. Бұдан үлкендеу етіп, бұдан кішіреу етіп жасасаңыздар да болады. Маған бірақ осы размер ұнайды. Егер де сіздерге бір нәрсе түсініксіз болса, маған пікірде сұраңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Міне ыдысты отқа қойып, осылай етіп азғантай май құйып аламыз. Майды ысытамыз да пияз саламыз. Майды көп құюдың керегі жоқ, себебі мен бұны міндетті түрде қаймақпен дайындаймын. Сәл пиязымызды 2-3 минут тушить алғаннан кейін қуырып, үстіне сәбізімізді салып, онда 3 минут 4 минут қана қуырып аламыз. Енді ол қуырыла бергенше әзірше мен соусымды дайындаймын. Менің соусым сметана, томатный соус. Оған міне сметананың үстіне, сметана 15% болады. Үстіне томатты саламыз да араластырып ыстық су құямыз. Менің ыдысым мына жерде кішкентай болып қалғаннан кейін соусым менің қою болып шықты. Сондықтан үстіне мен ыстық су тағы да құямын. Міне көргендеріңізде өте қою болып шықты. Енді біздің міне подливіміз дайын, пиязымызбен жаңағы сәбізіміз өте әдемі болып қуырылды. Қатты қуырылып кеткен жоқ. Енді осының үстіне тефтелиді бір қатар етіп саламыз. Бұдан артық қуырылып кетсе, түбінде күйіп кетеді. Осы күйінде салсақ, жақсы болып, подливі де жақсы болып шығады. Осылай бір қатар етіп қойып шығамыз. Бірінің үстіне бірін қоймаймыз. Енді осының үстіне жарты соусымызды құямыз. Соусымыз бәр жеріне тиеу керек. Мен әдетте тефтелиді қуырып алмаймын. Кейбір адамдар қуырып алады бөлек. Мен қуырмаймын, еш уақытта менің тефтелиім езілген емес. Міне екінші соусты құйып алғаннан кейін екінші қабатты қоямыз. Егер де сіздер 1 килограммнан жасасаңыздар, жарты килограмм фарштан жасасаңыздар, екінші қабаттың керегі жоқ. Мен қонаққа жасайтын болғаннан кейін көбірек жасадым. Міне екінші осылай қабатты қойып алғаннан кейін қалған соусымызды құямыз. Мен жаңа айтқандай соусым менің қою, сондықтан үстіне ыстық су құйдым тағы да. Енді жан-жағын сәл-сәл көтеріп жібереміз. Мынандай күрекшенің көмегімен, көп емес, өте ақырындап жай-жай көтеріп, арасына су тимеген, подлив тимеген жері болса тигіземіз. Енді міне негізінде мен сәл қайнаған бойда қозғадым сіздерге көрсету үшін. Негізі бұлай қатты қозғамай, 5 минут, 10 минуттай қайнағаннан кейін қозғау керек осылай. Сол кезде ол бір қалыпты болып шығады. Мен қозғап өзім басын бұзып алдым, бірақ та бұл да бірігіп қазір жақсы болып шығады, көресіздер. Еш езілмейді. Тағы да 5-7 минут қайнатамыз, астын бәсеңсітіп қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңызда еш нәрсе езілген жоқ. Бірігіп қатты болып солай шығады, бірақ дәмі өте дәмді, нәзік. Мына қаймақ пен
Томат қосылғаннан кейін түрі де әдемі болады, аппақ болып шықпайды. Және қаймақтың дәмінен өте дәмді болып шығады. Енді тағы да бір 10 минуттай қайнатып пісіріп алам. Барлығы бір 20-25 минутта менің тефтелиім дайын болады. Міне бетін жауып, тағы да қойып қоямын. Мен тефтелидің қасына пюре өте аз болмайды. Өздеріңіздің қалауларыңызбен басқа да гарнир жасауларыңызға болады. Видеоның ақырына шейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған әдеттегідей үміткен.